8-ші сынып 116-ші есеп берілген теңдеуді квадрат теңдеу түріне келтіруіміз керек. Ең алдымен жақшаларды ашып алайық. Мына x-ті 3x-қа да көбейтеміз, 5-ке де көбейтеміз. x көбейтілген 3x қосылған x-ті 5-ке көбейтеміз. Алынған 1 тең x-ті x-қа көбейтеміз алдымен. X-ті 4-ке көбейтеміз. Енді ықшамдайық. X-ті 3x-қа көбейтетін болсақ, 3x квадрат шығады. Қосылған x-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 5x болады. Минус 1 тең x-ті x-қа көбейтетін болсақ, x квадрат. 4x-ті 4-ті x-қа көбейтетін болсақ, минус 4x болады. Енді барлық өрнекті теңдеудің бірінші бетіне өткізейік. 3x квадрат плюс 5x минус 1. X квадратты теңдіктің екінші бетіне өткізетін болсақ, таңбалары ауысады. Минус x квадрат плюс 4x тең екінші жақта еш нәрсе қалған жоқ, 0 деп қоямыз. Енді x квадраттарды ықшамдайық алдымен. 3x квадрат алынған x квадрат. Демек, 2x квадрат қалады. Енді тек қана x барларды ықшамдайық. 5x қосылған 4x. Демек, 9x болады. Енді тек қана сандар. Бұл жерде бір ғана бар. Минус 1 тең 0. Екінші мысалда жақшаларды ашамыз. Алдымен 7x-ті 2-ге де көбейтеміз. Мына x-қа да көбейтеміз. 7x көбейтілген 2 қосылған 7x көбейтілген x. Енді 1-ді көбейтеміз. 1-ді 2-ге де көбейтеміз, x-қа да көбейтеміз. Минус 1-ді 2-ге көбейтеміз. Минус 1-ді x-қа көбейтеміз. Теңдіктің екінші бетінде бірінші мына 1x-ті мынаған да көбейтеміз. X көбейтілген x, мынаған көбейтіп, енді мынаған көбейтеміз. X көбейтілген 4. Енді минус 4 көбейтейік. Минус 4-ті x-қа көбейтеміз. Минус 4-ті 4-ке көбейтеміз. Енді ықшамдаймыз. 7x-ті 2-ге көбейтсек, 14x. 7x-ті x-қа көбейтетін болсақ, 7x квадрат. Минус 1-ді 2-ге көбейтетін болсақ, 2. Минус 1-ді x-қа көбейтетін болсақ, x. Тең. X-ті x-қа көбейтетін болсақ, x квадрат. X-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 4x. 4-ті x-қа көбейтетін болсақ, 4x. 4-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 16. Енді мына сандардың барлығын теңдіктің екінші бетіне өткізетін боламыз. Алдымен бірінші жағын сол күйінше жазып аламыз. X квадрат теңдіктің екінші бетіне өткен кезде таңбасы ауысады. 4x-іміз минус 4x етіп жазамыз. Минус 4x-ті плюс 4x деп жазамыз. Минус 16-ны плюс 16 деп жазамыз. Тең 0. Енді ықшамдайық. Алдымен x квадраттарды ықшамдаймыз. Мінекей. 14x квадратқа 7x квадратты қоссақ, 21x квадрат. Одан аламыз 1x квадратты 20x квадрат қалады. Енді тек қана x барларды ықшамдайық. x, мінекей x. Минус 4x пен плюс 4x қысқарады, тек қана минус x-тің өзі қалады. Енді сандарды ықшамдайық. Минус 2 плюс 16 плюс 14 болады. Тең 0. Мінекей, квадрат теңдеуге келді. Үшінші мысал. Бұл жерде де жақшаларды ашамыз. Ол үшін бізге қысқаша көбейту формуласы қажет болады. Бұл жақша қалай ашылады екен? 6-ның квадраты қосылған 2 формулада бар. 6x қосылған x-тің квадраты. Тең
Бұл жақшаны былай ашамыз. X-ті 3-ке көбейтеміз алдымен. Осы X-ті мына X-ға көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтеміз. 2-ні минус X-ға көбейтеміз. Енді ықшамдайық. 6-ның квадраты 36. Қосылған. 2-ні 6-ға көбейтсек 12. 12x болады. Қосылған x квадрат. Тең. X-ға 3-ті көбейтсек 3x. Минус x квадрат. Минус 6. Плюс. Минус 2-ні минус x-ға көбейтсек плюс 2x болады. Енді сандардың бәрін теңдіктің бірінші жағына өткіземіз. Бірінші жағын сол күйінше жазып аламыз. Қосылған x квадрат. Плюс 3x теңдіктің екінші бетіне өткен кезде таңбасы ауысады. Минус 3x. Плюс x квадрат. Плюс 6. Минус 2x. Тең 0. Алдымен x квадраттарды ықшамдап аламыз. 1x квадрат қосылған 1x квадрат тең болады 2x квадрат. Енді тек x-тарды ықшамдайық. 12x алынған 3x-іміз 9x. 9x алынған 2x 7x қалады екен. Енді тек сандарды ықшамдайық. 36 қосылған 6 42 болады. Мінекей квадрат теңдеу шықты. Төртінші мысал. Жақшаларды ашамыз. X-ті 8-ге көбейтеміз алдымен. Алынған x-ті 3x-ға көбейтеміз. Тең. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Алдымен 5x-тің квадраты. Алынған 2 формулада бар. 5x көбейтілген 1. Қосылған 1-дің квадраты. Ықшамдаймыз. X-ті 8-ге көбейтетін болсақ 8x. Алынған 3x квадрат. Тең 25x квадрат. Мына жер минус 10x шығады. Көбейтетін болсақ. Қосылған 1. Барлық санды теңдіктің бірінші жағына өткіземіз. Бірінші бетін сол күйінше жазып аламыз. Плюс 25x квадрат минус болып өтеді. Плюс 10x минус 1 болады. Тең 0. Алдымен x квадраттарды ықшамдайық. Минус 3 минус 25. Минус 28 x квадрат шығады. Енді x-тарды ықшамдайық. 8x қосылған 10x. Қосылған 18x қалады. Сандардан тек минус 1 ғана бар. Мінекей квадрат теңдеу шықты. 116-шы есептен түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Ал біз келесі видеода 117-шы есепті шығарамыз. Көріңіздер.